Баршаңызға сәлем, ойшыл арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз абай тағылымына қатысты болмақ. Өздеріңіз білетіндей, бірінші, екінші және үшінші қара сөздерге шолу жасаймыз. Бұл видеода сіз абай өнегесінің қаншалықты құндылығын жоғалтпағанын біле отырып, оның негізгі ойларымен танысатын боласыз. Ендеше біз бастаймыз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік деп әңгімесін бастайды ол. Енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайрамын. Ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, дін бағу, балаларды бағу, мұның барлығы маған жат деп ойлаймын. Сондықтан да ақыры ойлана келе осы ойға тоқтадым. Өзімнің ойыма келген нәрсенің барлығын ақ қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын деп, бірінші қара сөзінде осы шабытының негізін айтып, қалай шығармашылық жолына келгенін осы жерде дөп басып нүктесін қояды. Абай екінші қара сөзінде өзінің қазақ халқының қаншалықты саяз ойлайтыны туралы ойын айтады. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді, тәжікті көрсе күлуші еді, ноғайды көрсе, орысты көрсе, оның барлығының үстінен күлген еді. Бірақ қазір қарап тұрсам, олардың әрқайсысының малдан бөлек өздерінің өнері бар. Мәселен, оны алып қарасақ, егін егеді, саудамен айналысады, көрген жері көп, екпеген егіні жоқ дейді. Ал ноғайға қатысты сөз айтар болсақ, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, шыдамды болып келеді. Ал олардың байлары біздің байлармен теңестірер болсақ, айтып та болмас дейді. Ал орысың ше, бізге жетіп жатқан дүние мүліктің көп бөлігінің жаңа нұсқасының барлығы сол жақтан шығады деп әңгімесін осылайша тәмамдайды. Демек ол бұл жерде нені айтқысы келді? Оның айтқысы келгені жалғыз ғана. Бізде өзге мемлекеттер сияқты өнер, білім сияқты дүниелерге ұмтылуымыз керек. Өзгеден озу үшін ақыл керек деген меңзеген болатын. Абай атамыздың үшінші қара сөзі өзгелерінен ерекше болды. Өйткені ол бұл жерде қазақтың ауызбіршілігінің жоқтығын баяндайды. Ең басты жауымыз осы бірлігіміздің болмауы деген көзқарасын ұсынады. Сол заманда ерекше доныс дейтін нәрсе болған. Әрқайсысы бір-бірінің үстіне айып тағып, мансапты ақшаға пұлдайтын. Егер малы көбейіп, мал асса, қыстауынан сыймаса, өзгенің қыстауын алуды мақсат қылатын. Малдан басқаны өнер қылмаған. Бір-біріне жауластық, дауластық сияқты көзқараспен ғана қараған. Мына партиядан мына партияға ауысып, болыс болуға тырысқан. Және де оның айтуынша, егер өздерінің айтқандары жүрмесе, онда уголовный кодекске жүгініп, алдын ала сайланып қойған тергеушінің көмегімен керекті дүниесін алады деген. Тағы бір айтары, сол кездегі болыстардың, яғни жоғарғы қызмет өкілдерінің жауапсыздығы мен олардың ақылсыздығы болады. Әз Тәуке, Қасым хан, Есім хандардың тұсындағы заңдарды бұл заманға сай келмейтіні туралы айта отырып, жаңа заңдарды жасақтау керектігін, және де
міндетті түрде болыстардың бірімді болуы туралы өзінің ойын жеткізеді. Ақшасының көмегімен билік басына келген болыс әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па?» деген ердің бұлдаңдағанына қарай отырып күн өтеді екен. Екінші жылы өзінің кандидатымен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға бола ма екен деп, енді несі қалды оның? Осы қазақ халқының осындай бұзушылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, Абай атамыз ойларын қағазға жүктеді. Және де ескісінше билердің қызметіне жүгіну, және де бірімді, толымды азаматтарды сол орыстардың, яғни генерал-губернаторлардың көмегімен ғана сайлауды жөн көретіні жайлы айтып кетеді. Біз бұл жерден қандай қорытынды шығамыз? Бұл жердегі қорытынды жалғыз ғана: бұрынғыдай емес, ауызбіршілігімізді нығайтып, бірлікке бас ұруымыз керек. Бірлік болмаған жерде тірлік болмайды дегенді есімізде әрдайым ұстағанымыз жөн. Одан бөлек парақорлықтан аулақ болып, ел басындағы атқамінерлерді тек қана білімділерден сайлағанымыз дұрыс. Әрине, осымен видеомыз тәмамданды. Лайк басып, комментарий жазып, жазылуды ұмытпа.